президенттің тірі кезінде ол кісі туралы кино түсіру, спектакль қою қаншалықты дұрыс? Сол кісінің қасына барғанға, алдына барғанға қуанып, елге жар салып, бір 01-мен болдық. Бірінші анау елбасымен біз биттік. Алдында ән салдық, өнер көрсеттік, айтып бит деп айтқан кезде кеуделерің алға кетіп, бастарыңды өсіп, семіріп тұрып айтушы едіңдер. Бір қазір театр, бір енді орысша айтқан кезде бір запасной аэродром немесе бір қартайған кезде зейнетақы алу үшін керек сияқты болып көрінеді маған. Көбінесе бүгінгі күнмен жаңа тезірек киноға түсу, тезірек бір ағай біз лицо жасауымыз керек. Не лицо ол? Сериалға түсіп, ән жерден бір көрініп, бір жерден бір көрініп, айтып бүйтіп бірден келіп айтып, әйтеуір бір танымалдылықты қолға алып алу керек. Абай айтады, арсыз болмай атақ жоқ дейді. Осыны қалай қабылдайсыз? Сағындым деп сарғайма, адамда бар сағыну. Игілікте сағыну бар, жаңылу бар. Бір атақты адамдарды ойнау бір атаққа жетудің жолы сияқты қарастырылмай ма? Болтаға am Samstag haben Sie Zeit деп сөйтіп фастет. Осы әркім өзінің шәкіртін тартады деген сөз бар. Бұл қаншалықты рас? Иттеріңді басыңа қамдайды, былайша айтқан кезде. Қазір адам баласы уақытының көп бөлігін телефонға телмірумен өткізеді. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, қазір осындай жағдай болды. Бірақ та сіз әркімнің саяхаттағанын, тамақ ішкенін, немесе біреуменен пікір алмасып, айтысу, тартысудан гөрі керісінше осы алақандай ғана телефон арқылы табыс табуыңызға болады. Қалай? Ол үшін өзіміздің қазақ жігіттері ойлап шығарған қажет қосымшасы арқылы. Мысалы, біз Каспиді біреуге ақша беруге, біреуден ақша сұрауға ғана пайдаланамыз. Бірақ Каспиден де табыс тауға болады. Немесе жасанды интеллект. Қазір біз түрлі форматта подкасттар түсіреміз. Түрлі кинолар жүреді, театрдың қойылымдары болады. Бұның бәріне афишаны бұрынғыдай дизайнерге айтпай-ақ осы жасанды интеллект ChatGPT арқылы үйренуге болады. YouTube арқылы да пайда табуға болады. Instagram жүргізу, TikTok және сондай-ақ менің өзімнің 20 жылдық тәжірибемді практикалық жасаған істерім арқылы журналистика үйрететін өзімнің де осы қажет қосымшасында сабағым бар. Бір рет қана төлем жасап, бір жыл бойы қажет қосымшасындағы барлық сабақтарды ала аласыздар. Қажетпен бірге болыңыздар. Қажет шын мәнінде де барлығымызға қажетті. Арма ағайын, бүгін бізде қонақта актер Ерлан Біләл. Ерлан ағай енді осы YouTube'да, телеарнада біршама сұхбаттар жүргізіп жүрміз. Кейбір қонақтарымыз бір камераның сыртында тыс бір әңгімеде осы бір атақ дәрежемен таныстырсаң мен деп атады. Сіз жалпы осы бір адамдарды бір атағымен, дәрежесімен таныстырғанға қалай қарайсыз? Енді ең негізгісі, мысалы мен Ерлан Біләл десең, сол жеткілікті ғой. Ал енді атақ дәреже ресми мемлекет тұрғысынан берілетін болғаннан кейін, ол да бір сенің еңбегіңді мемлекет тұрғысында белгілеп қойған бір дәреже. Мысалы Ерлан Біләл дегенде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты, профессор Ерлан Біләл деген ат жөнімен бірге айтылу керек. Өйткені екеуі өнерден берілген атақ бұл, звание дейді ғой. Ал профессор ғылыми атақ. Мысалы сол да айтылу керек негізі. Ол кісінің сондай сіңірген еңбегі бар екен, сондай дәрежеде мысалы еңбек сіңірген туралы бір мағлұмат беретін нәрсе ғой деп ойлаймын да. Ол енді болу керек. Ал енді мен оған, ой, менің атағымды айтпай кеттің ғой. Неге айтпайсың осы, неге бүйтпейді дегенге қатты ренжімеймін. Біреулер айтып жатады, біреулер жаңа өзің айтқандай Ерлан Біләл дей салады болды. Халық негізі өзі біледі, кімнің дәрежесі қандай екен. Жақсы, түсінікті. Мен осы сұхбатқа дайындалар барысында Википедияда Ерлан Біләл 1998 жылы Берлиндегі жас таланттар фестивалінде жүлдегер болды дегенді оқып қалдым. Бұл не фестиваль және қандай еңбегіңіз үшін жүлдегер атандыңыз? Ол кезде Қазақстаннан
өзі қызық болды. Мен егер кеңірек уақыт несі айтып берейін. Уақыт бір театрда жаңадан егемендік алған жылдары жұмыстың өзі де бір мардымсыз, бос уақытымыз көп, сондай бір кезең болып қалды. Сол кезде құры жатқанша осы не істесем болады екен деп ойланып жүрген кезде осы Темірбек жүрген атында қазіргі ұлттық өнер академиясы, ол кезде Алматы мемлекеттік театр және көркем сурет институты, біз соны бітірдік. Сода Сара деген апайымыз болды, неміс тілінің мұғалімі. Бірақ біз ағылшын тілін оқыдық. Жарты группа жаңағы ағылшын тілін оқыдық та, жартымыз неміс тілін оқыдық. Сол кісі бір керемет, бір жан дүниесі жайсаң, бір керемет ақ көңіл, сондай бір жақсы адам болды. Сол кісімен бүкіл курс болып араласып, жаңағы өзіміздің әпкеміз сияқты, апамыз сияқты араласып сөйтіп кетті. Сол кісі есіме түсті. Сол кісіге барып неміс тілін оқиыншы осы құрып жатқан жерде. Сол бардым, колледжде сабақ береді екен, соны тауып алып, апай, өстіп неміс тілін үйретесіз бе маған? Оқым келеді десем, оқимын деген баланы неге оқытпаймын мен? Әрине оқытам, кел үйретем. Деп содан сол кісіден неміс тілін оқып бастадым. Сол неміс тілін оқып жүрдім. Енді оқығаннан кейін бір жерде әйтеуір бір неміс болмаса да әйтеуір кіммен болса тіл білетін біреумен практика жүзінде жаңағы өзіңді өзің қарап көргің келеді ғой, байқап көргің келеді. Son bir күні осы Министерство туризма и спорта деген мына біздің кәдімгі стадионның қасында сол министерство болды. Сол Галина Гавриловна Вишнякова деген бір бөлімнің басшысы, сол кісі бір келіп театр соға араласып неғып жүретін. Сол кісі шақырды, бір Ерлан, у нас встреча, соған келіп баянмен ән айтып берші деді. Хорошо деп баянды көтере салып бардым жаңа. Барғаннан кейін қарасам, шетелдіктер толып жүр. Соны қарасам бір жерде немістер сөйлесіп тұр. Ойбай, мен неміс тілін жаңа білем ғой деп. Менің атым Ерлан, мен жаңағы актермын, осындай жерде тұрам, осы сіз қаяқтан келдіңіз, сіздің атыңыз кім деген ең басқа сондай танысу несін ғана жаңағы үйренген болатын. Соны барып сөйлесем, олар да сөйлесе кетті. Қайдан келдіңіз деп, Берлиннен, Гамбургтен біреу келіпті. Соны аты жөнін біліп сөйлесіп тұрып, жаңа Галина Гавриловна келіп қалды да. Ерлан, вы говорите по-немецки? Это здорово. Не, подождите, я не знаю, я просто учусь деген болмайды. Через неделю у нас поездка в Германию, вместе поедем деді. Ойбай қал. Бір жетінің ішінде паспортымды жасап Германияға алды да кетті. Сол барсақ осы жақтан жаңағы Рүстем Әбдірашев, сосын бір Эдик Казарян деген художник жігіт, Павлодардан, Семейден, ан жақ бүкіл Қазақстаннан музыканттар, сан түрлі жаңағы өнердің адамдары жиналған, жастар кілең. Солармен жаңағы творческий обмен, сол жерде жаңағы барғаннан кейін өнер көрсету деген сияқты нәрселер болады екен. Соны алып кетті бір аптаның ішінде. Бардық, өнерімізді көрсеттік, жаңағыдай. Аналар өздерінің художниктер салған суреттерін, біз өзіміздің өнерімізді көрсету деген сияқты сондай бір нелер өтеді, шаралар өтеді екен. Содан сол қатысып, сол жерде өзіміздің өнерімізді көрсету арқылы, сол жерде біздің өзі ұлттық өнеріміз, әніміз, тіліміз, поэзия оқуымыз, сондай өз жалпы ұлттық нақышқа сен ұлттық болмысыңа көңіл аударады екен. Содан келгенде сол кейін лауреат осындай фестиваль, молодежь фестиваль, творческий обмен, союз творческий обмен молодежи деп сондай не ұйымдастырып, содан жаңағыда бір жапырақ не берген. Кейін сол қағазын менде мына жаңағы бейджигім ғана қапты дағы, қағаз жоғалтып алдым. Жастық кезде кішкене салғырттығымыз ба білмеймін. Соған сөйтіп бір лауреат атанып келген кезім бар. Ең алғашқы Германияға барған кезім. Енді бұны сұрап жатқаным өйткені бізде көбінесе бір актерлар осы бір Қазақстан ішіндегі фестивальдарда көбіне жүреді. Енді Ерлан аға, мен естимін мысалы Қазақстандағы осы фестивальдар, театр фестивальдары бір әділетсіз өтеді деген, жастар да жазады маған Инстаграмда. Бір тойбастар таратқандай таратып жатады дейді. Осы бір қаншалықты рас әңгіме? Кейде ондай нәрсе де болып жатады енді. Аналарда не қылып қалды ғой, оларды да қамтып, олардың да несін кішкене жігер беріп, оларға да бір стимул болсын өнерлеріне, соларды бір қолдап жіберекші деген сияқты мағынада болатын болу керек деп ойлаймын. Енді әйтпесе кезінде әуезов театры қатысса міндетті түрде әуезов театры алып кететін. Енді Қазақстан Республикасы бас театр болғаннан кейін қай жүлде, қай фестиваль, қай конкурс болмасын әуезов театры алып кетеді. Бір жылдар тіпті әуезов театрын қатыстырмайтын да болды. Басқа театрлар қатыссын, солардың арасында дода болсын, солар өзара таласып көрсін деген сияқты, бәйгеге түссін деген нәрселер де болды. Сондықтан енді бір комиссияның шешкен шешіміне мысалы мен де оған бәлен деп айта алмаймын, бірақ та кейде сондай болу керек деп өзім топшылаймын.
Енді жаңа Әуезов туралы айтып қалдыңыз ғой. Қазір бір Әуезов театры бір тоқырауда, дағдарыста деген де сөз бар. Енді дәл бүгінгі күнде мына бүгінгі театрымыздың ремонтына байланысты шығар деп ойлаймын. Өйткені бізде қазір кеше наурыздың 3 күні Абайды ойнадық. 3 жылдан кейін Абайды ойнадық. Сол Абайды осындай ғана жерде қандай ауқымда, декорациясының өзі көлемді үлкен спектакль. Соны осындайға жерде тығылып қана репетиция жасадық мысалы. Өйткені қазір біз Лермонтов театрына шығамыз, Ұйғыр театрында шығып жатырмыз. Мына Қаскелең, Ұзынағаш, Қонаевта қай жерде не бар, сол жердің бәрінде ойнап жатырмыз. Мысалы спектакльдерін жұмысты тоқтатып жатқан жоқпыз. Жүріп жатыр. Бірақ та жаңағы орын, сахна деген өзі адамға бөлек нәрсе ғой, актерға ол. Сондай жерде тығылтаяң сөйтіп жұмыс істеп жатырмыз да. Соның әсерінен болу керек деп ойлаймын. Өйткені репетиция жүргізетін жері жоқ. Дайындық жасайтын. Тіпті біз Әуезов театрының үлкен зал болса, үлкен залдан малый залға, кіші залға өте сап, үлкен залда бос емес болса, кіші залға өтіп кетіп, ол болмаса жаңағы би залына барып, үлкен залдарымыз бар ғой, жаңағы репетиционный залдар. Соған барып дайындығымызды жасай беретінбіз. Жаңа спектакльдер шығара беретінбіз. Ал қазір қайда барып жасайсыз? Егер бүгінгі күнге тиесілі болса. Ал енді әйтпесе жалпы сондай бір дағдарыс дегенге енді мен өз басым сене қоймас едім. Жақсы. Өйткені көлемді жақсы спектакльдердің бәрі сол декорациясының үлкендігіне байланысты, оны көшіріп ана театрдан мына театрға алып бару, киім кешегі бәлен бай, мысалы Абайдың өзінде 50-60 адам қатысады, мысалы массамен айтқан кезде. Соның бәрін қалай алып жүреді, қалай сезеді, кішкене ыңғайсыздау жағдай бүгінгі күнде. Жалпы репертуарда жақсы нелер бар, спектакльдер. Бір сұхбатыңызда сіз мені шетелге шақырды деп айтыпсыз. Қателеспесем сыр сұхбат болу керек. Ертеректе Қазақстан ұлттық арнасына берген. Мүмкін енді. Қайда шақырды сізді? Мен бір жылы мына Өзбекстанда халықаралық фестиваль өтті. Ұйымдастырушысы Германиядан келген немістер болды. Содан сол жерде отырып жаңа кешке жақын сұхбаттасу, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қазақстан, бәрі фестивальге қатысып жаңағы театр қайраткерлері, әріптестеріміз сөйтіп жатты. Сонда бір күні Роберто Чиули деген сол жаңағы ұйымдастырушы өзі итальянец, бірақ театр Андеррур деген бар. Ол көлдің жағасы, Рур деген кішкентай ғана көлжік, соның жағасындағы театр деген кішкентай шағын театр бар екен. Бұлар сол жерде әртүрлі ұлттың өкілдері жұмыс жасайды екен. Германияда. Соның жаңа главный режиссер, художник интендант деп қояды оларда. Сол Роберто Чиули деген сол ұйымдастырушылар келіп, осылай отырған кезімізде құр отырмай мен баянымды қолыма алып, итальянша ән айтып, немісше ән айтып, қазақша, орысша әртүрлі әндерді айтып сөйтіп. Сон бір кезде келді маған, сіз осындай неге жұмыс істеуге қалайсыз деп сол жерде сөйтті. Соны мен тіл білмеймін ғой. Тілді басында әлгі былай шала-шарпы өшірін оқығаным болмаса, жетік былай ашық сөйлейтіндей дәрежеде емеспін. Содан Болат Атабаев бар, сол кісіге бірден айтты, қандай мүмкіндік бар ма баланы оқытуға, тілді дамытуға деп. Соны бізде Гёте институт бар деді. Содан ол Гёте институт Германияда да бар. Соған сіздер қолға жасасаңдар, сондай жасайық, мүмкіншілікті бұған туғызайық деп. Сонда осы жерде Гёте институтқа кірдім. Гёте институтта біраз оқыдым дағы. Содан Германиядағы Гёте институтқа кеттім. Сол жерге барып неміс тілін оқыдым. Бұл қай жылдар? Бұл 97 жылдар ма? 96-97 жылдар. 96 жылдар. Содан барып неміс тілін оқыдым. Өзім жақтан оқығаным бар. Бүкіл дүние жүзінен жиналған жастар. Берлинде. Бұл Дюссельдорфта болды. Дюссельдорф, Дюйсбург деген соң. Сол қалада болып оқыдым. 2 ай оқыдым. Енді осындай 4 бөлмелі үйде 2 грузин қыз, 1 грузин қыз, 2 грек қыз, 1 негр жігіт. Бәріміз бірге тұрдық. Бір бөлмеде мен тұрам, бір бөлмеде негр жігіт тұрады, бір бөлмеде грузин қыз, бір бөлмеде 2 грек қыз тұрады. Афроамерикалық деп айтайық. Иә, афроамерикалық. Комментарияда қазір сояды. Иә, біз ауыз үйреніп кеткен афроамерикалық еді. Содан Африкадан келген жігіт, иә. Соның бәріміз сол үйде тұрдық. Аналар менен бұрын келген, 2 ай, 3 ай, 4 ай бұрын келген.
неміс тілін бір-бірімен керемет араласып сөйлеседі. Мен оны біреуін ұқсам бірін ұқпаймын. Былайша айтқанда мылқаусың кәдімгі. Содан кәдімгі күндіз түні осы отырып алып тұрып оқитыным неміс тілі. Жаттаймын, аударма жасаймын, тіл байлығын көбейтеміз, сөз қорын көбейтеміз. Сөйтіп 2 айдың ішінде аналармен кәдімгідей сөйлесіп шықтық. Бір неміс кемпір мен шалдың үйі екен. Мына үйден шығасыз да, үйдің бұрышын айналсаңыз, ар жағында бір үй бар. Сол жерде шал мен кемпір тұрады, сол жерде обед тамағымызды дайындап береді. Завтракты өзіміз ішеміз, кешкі тамағымызды дайындап береді. Сөйтіп жүр неміс тілін оқып, 2 айда келген кезде Атабаевпен кәдімгідей осылай қазақ тілімен сөйлескенде сақылдап сөйлесіп келдім. Соны бір актер екеуміз Болат аға айттым. Болат аға, am Samstag haben Sie Zeit деп сөйтіп fastet. Wir machen ein Weekend. Ich möchte Sie einladen дедім. Бұл суббота күні не жасайсыз? Уақытыңыз бос па? Біз бір тауға шығып уикенд жасайық деп едік, соған сіз шақырайын деп едім дедім. Соған актер қасымызда тұрса, қазақша сөйлемейсіңдер ме? Қазақша сөйлемейсіңдер ме? Сіз Болат аға жағы қуанып, мен немісше сондай сөйлесіп тұрмын. Өзіңе жақсы болса солай жүр, сөйлеспейміз ал қазақша, сөйлеспейміз. Біз немісше ғана сөйлесеміз деп. Мен жаңа немісше тілді кәдімгі меңгеріп келгеніме қуанып сөйтеді. Бұл білім ғой. Енді қазақша сөйлемей немісше сөйлеу деген мағынада емес, бұл білім. Соншама жерге барып, соны кәдімгі нәтиже шығарып қайтқаным ана сондай қуанды. Сол кезде өстіп неміс тілін оқып келдім. Кейіннен сол жаңағы неге бардым, Германия барып жаңағы театр Андер Роберто Чиули осы жерде қалып жұмыс істейді. Ол жерде түрік те жұмыс істейді, күрд те жұмыс істейді, француз да жұмыс істейді, итальянец те жұмыс істейді, неміс те жұмыс істейді. Әр түрлі ұлттың өкілдері. Өзбекстаннан бір Исо деген жігіт болатын, пантомима жасайтын. Құдай талантты берген еді. Пантомиманы өлтіріп жасайды. Сол айтады, Ерлан аға, они говорят мне учить немецкий язык. Я в жизни не то, что язык, я книгу не открывал дейді. Кітапты ашып көріп маған неміс тілін оқиды, маған қиын болып жатыр дейді. Соны кейін ол оқи алмады, кетіп қалды кейін. Неғып қалмадыңыз? Енді соны айтайын. Соны кейін қал деді. Қалған кезде мен ол кезде семьям бар, әйелім, 2 балам бар. Содан сен қал деді. Мен айтамын, семьям Қазақстанда қалды, оларды қайтем. Десем, оларды 1 жыл тұра тұрсын. Біз 1 жылдан кейін мүмкін шақыртамыз оларды, алдырамыз дейді. 1 жылдан кейін алдырамыз дейді. Мен айттым, қазақша айттым, ойбай, мен 1 жылға дейін мен немістен қатын алып кетемін, ертең әйелім бір қазаққа күйеуге тиіп кетсем, балаларым жағдайы не болады? Ондайға мен келісе алмаймын дедім. Келісе алмаймын, мен кетемін дедім да, содан кетіп қалдым. Онда сонымен әлгі Deutschmark евроға ауысты, сондай бір аумалы-төкпелі кезең ол жақта сондай болып кетті. Сонымен олар шақырмады, мен неге шақырмадыңдар, мен сұрамадым, сонымен қалдық осы жақта. Әйтпесе сол театрға шақырылған болатынмын. Қазір сол жерге жарайды деп 1 жылға келісіп жұмыс істесем, мен қазір сол Германияда Европаның бір актері болып сол жақта жүретін едім. Бірақ енді отбасы деген өте құнды ғой. Шынымен де жаңа 2 баламды қайда тастап кетемін. Жаңа Болат Атабаевты айтып қалдыңыз ғой. Маған бір Дулға Ақмолда ағамыз айтып қалып еді. Бір сөйлесіп отырған кезде бір Ерлан Біләл екеуміз кешігіп келіп бір репетицияға ауыр сөздер естідік Болат ағадан деп. Естідік. Ол кісінің бұлай сөзін адамдар көтере алатын ба? Тіл ашшы адам ғой. Тіл ашшы адам. Тіл ашшы адам. Ана жерде бұл өзі мынандай адам. Мысалы, дайындықтың кезінде осы жұмысқа деген ықылас ниетің дұрыс болмаса, сен атаң басына жүрсің бе сен? Атаң басына жүрсің, көзің жоғалды. Кет. Өнерді былғамай деп. Жаңа сөйтіп сөйлеген бүкіл коллектив ұжымның алдында осы ана эмоциясына ие болған кезде кәдімгі өз-өзіне ие болмай қатты сөздер айтып тастайтын. Соны біз мына жаққа жаман есіктің алдына шыққан кезде, ей, қалдар не қылып тұрсыңдар? Қарындарың ашып тұрған жоқ па? Жүріңдер, мен тамақ алып берейін. Тамақ ішіңдер. Шынымен де ақшамыз жоқ, үйіміз жоқ, жайымыз жоқ. Сондай кездер болды. Сол кезде бізге кәдімгі тамақ ішу кәдімгі бір армандарымыздың бірі болатын. Полноценный барып кәдімгі тамақ ішіп, қарнымыз тойдырып деген сияқты. Соны барып тойдырып тұрып тамақ алып беріп кәдімгі шайымызды ішкізіп, қарнымызды тойғызып сөйтіп келеді. Өмірде бізге өте жанашыр адам болды. Өте жанашыр адам болды. Кәдімгі әкеміздей, шешем туған ағамыздай, әпкеміздей соның орнын атқаратын сондай кішіпейіл, сондай жанашыр, сондай мейірбан адам болды. Ал жұмыста тәртіп бұзып жаңағыдай жұмысқа бір қиянат келтірдің ба, иттеріңді басыңа қаптайды, былайша айтқан кезде. Қарамайды ол сен. Кезінде енді ксро халық артистер апаларымыз де сол кім алдында тұрып қарамайтын.
ана жұмыс талап етеді, болды, жұмыс жасалу керек. Ал өмірде сол кісілердің бәрімен де кәдімгі қарым-қатынас жасайды. Сондықтан ол кісінің табиғатын актерлардың бәрі білді. Жұмысқа қатысты ғана талап қоятын, ал өмірде керемет кішіпейіл, өте мейірбан, жан дүниесі өте кең, табиғаты деген енді бір жомарт адам еді сондай. Оны сөзбен мүмкін мен жеткізе алмаспын ол кісінің болмысын. Ерлан Біләлдің сығырай көзін тостағандай қылды деген бір оқиға бар, ол қандай оқиға? Ол Антон Павлович Чеховтың «Шағала» деген, «Чайка» деген шығармасы бар ғой. Соны қойдық, сол жерде мен Дулыға екеуміз Треплевті ойнаймыз. Басты кейіпкерім бір жаңағы Аркадинаның баласы ғой. Аркадина деген бір актриса. Соның жаңағы бір өз анасынан да, басқадан да теперіш көріп, болашағын бір жаңа форма таба алмай, соған бір қиналып жүретін сондай талантты жас бала. Сосын жаңағы Нина деген қыз бар, жетім қыз, көрші ауылда тұрады, арасы 1 шақырымдай жер ме. Соны жас кезінде, сол бала кездерінде Нина Костяға келеді. Костя Константин Треплев жаңағы біздің ойнағанымыз. Костяға келеді, екеуі сондай бір-бірін жақсы көреді, тіпті сүйеді екеуі бір-бірін. Сондай балаң, жас, мөлдір махаббат екеуінде. Екеуі өздерінше театр қояды, жаңағыдай театр қоямыз деп сөйлейді. Ол кезде сол пьеса, спектакльдер қойып, сондай бір театрализованный қойылымдар қойып сөйтіп жүреді. Күндердің күнінде кім деген жазушы келіп, соған соны жақсы көреді, ана Нина жақсы көріп қалады да. В общем, жас үлкен адаммен, жазушы адаммен бірге кетеді. Тригорин деген. Тригоринмен бірге кетеді. Костяны жаңағы балаң махаббат бәрі қалады. Содан 1 жылда балалы болады, баласы өліп қалады. В общем, мынау жаңағы бұны сүймейтін болып шығады Тригорин. Сонымен бұл қайтадан Костяға келеді. Костяға баяғыдай қарым-қатынас жоқ. Сонымен қайтадан кетеді. Енді Чеховтың шығармаларын білесіз ғой, бірде бір бақытты адам жоқ ол жерде. Сөйтіп сол Нинаны Нұржан Бексұлтанов ойнайтын. Сонымен жасап жүр. Сосын Данагүл Темірсұлтанов ойнайды. Соны бір сахнамызда Нұржанмен ойнап шықтық. Кәдімгі спектакль жүріп жатыр, көрерменге. Бір сахнаны ойнап болып, екінші сахнаға шығып кетіп қалсам, екінші сахна болғанда енді соңғы жаңағы ең соңында Костяға келетін жер бар Нинаның. Уже кәдімгі енді бала туған, күйеуге келген, қажыған, өмірдің біраз ойлы-қырлы жерлерін көрген, сондай өзгерген. Сол жеріне енді Нұржан шығатын жер, шығып қалсам, алдымда Данагүл тұр деп сөйлемей қалдым. Сол кезде ол кезде сығырайған көз бақырайып кетті. Көзім бақырайып кетті деп сөз тауып не істеп. Что, Костя, не узнали меня? Деп орысша жаңағындай. Сөйтеді, одан сайын жаңағы, мынасын естідеймін, бұл қателесіп шығып кетті ма? Бұны кім шығарды? Қалай болды бұл? Бұны режиссер біле ма, білмей ма деген ой деген енді бір сәттің өзінде соншама ой миыңнан өтіп үлгереді ол. Енді бұл жерде бір қауіпті нәрсе бар. Егер сенің жаңағы қарым-қабілетің жетсе, бұны ары қарата алып кетуге мүмкіндігің туады. Алып кетпесең, сол жерде сөзіңнен жаңылып спектакль тоқтап қалуың да мүмкін. Бірақ Құдайға тәуба, әйтеуір соны ары қарата Нина, сіз бе едіңіз деп ары қарата сұрақтың өзінде бір әтең сіз бе едіңіз деп соны ары қарата ойнап кетті. Сөйтсем Болат аға маған айтпай соны әдейі жасаған ғой. Жаңа бір енді актердің бойындағы шынайы бір табиғат ашылсын дедім. Мынау оценочный ряд деген бар бізде, бағалау жолдары. Соған бағалау енді нақты енді өмірдегідей болды ана жерде. Сұмдық болды енді. Тоқтап қалдым кәдімгі деп біразға дейін сөз таба алмай, сөзімнен жаңылып, жаңағы ойдың бәрін ойлап біткенше бірталай кәдімгі уақыт өтті. Сондай нәрселерге Атабаев біздер салатын. Көрдіңіз ба? Сонда актердің мына қырын, актердің талантын, актердің жалпы болмысын ұштау, қайрау, соны бір қанаттандыру, бір кәдімгі бір арнаға түсіру дейтін болса, биік деңгейге жеткізу дейтін болса, соған салған дүниесі болу керек деп ойлаймын. Сөйтіп шығарып жіберген. Соны артынан шексілес қатып, бірақ сахна өзіне ұнаған, Болат аға залдан көріп отырған ғой. Ұнатқан, ризамын. Қандай оценка болды, қандай өмір болды. Өмір, мынау кәдімгі өмір, кәдімгі айна қатесіз өмірдің бір керемет бір бөлшегін әкеп сахнаға шықты. Мынау керемет деп кәдімгі өзі қуанып. Мен айтам, Болат аға қойсаңшы, қалай саласты мен ештеңе деп айтпай шығарып жібердіңіз. Өйтуге болмайды ғой деп. Жаңа сөйтсем, жақсы, өте жақсы болды. Өте жақсы болды деп шығар. Сонда Данагүл апамыз, ол да Нина ғой. Ол екінші составта дайындалып жүріп пе еді? Екі құрам болады ғой, иә, екі құрам болады. Жаңа біз Дулыға екеуміз Костяны ойнасақ, Нұржан мен Данагүл екеуі Нинаны ойнайды. Екі құрамда бүкіл спектакльге екі құрам береді бізде.
соны әкеп ана енді бірінші екінші деп айтуға болмайды енді өйткені бізде жаңағы анау бірінші мынау екінші деген сияқты мағына туып қалады. Сондықтан біз екі құрам дейміз да, екі құрамда кім бірінші кім қалай оны жаңағы режиссер шешеді, көрермен. Бірақ сол жолы кім Нұржан Бексұлтанов ашылды. Нұржанмен ойнап жатырмын ғой. Спектакльді Нұржанмен бастадым. Сол аяғына келген жаңағы екінші бөліміне келген кезде Данагүл шығып тұр ғой. Сондықтан бағалау деген сұмдық болды, бірақ кейін қарасаң үлкен тәжірибе екен бұл. Үлкен тәжірибе, біздің жаңағы қарым қабілетіміздің бір жақсы деңгейге жетуіне өз септігін тигізетін жақсы нәрсе екен негізі. Эксперимент дейді ғой. Эксперимент. Сонда адамның тіпті актер ретінде сенің ішің пыспайды, актер ретінде өзің жоғалмайсың. Таптаурындылық деген бар бізде. Штамп. Таптаурындылыққа да келмейсің. Кәдімгі ана тың тұрғыдан бағалап, тың тұрғыдан жаңағы басқа әріптес, басқа көз, басқа кескін, келбет, түр сипат, басқа адам тұр алдыңда. Бірақ негізінде бұл жаңағы ана кішкентай балаң жас кездегі Нинадан, бала Нинадан кәдімгі жаңағы әйел Нинаға көшкен кезі кәдімгі. Өмірді көрген, кәдімгі өзгерген, қолда темекі мысалы. Ана Костяға баяғыда Костя деп үзіліп тұратыны жаңағы мөлдір емес, таза емес. Уже былайша айтқанда өмірдің бір қиыншылықтарына әбден кірленген. Театрда біршама үлкен рөлдерді ойнадыңыз. Абай, Мұқағали, Балуан Шолақ, Шәмші, шамамен осылай жалғастыра беруге болады. Кебек бар. Қоз көрмешті, қозы. Сырым. Негізі осы актерлар бір үлкен тұлғаларды ойнауға бір әуес, соған құмар сияқты көрінеді. Мүмкін мен қателесем. Неге бір жаншылған, жаңағы Гогольдің, Чеховтың бір кішкентай адамдар дейтін категориясы бар ғой. Сондай адамдарды ойнағысы келмейді. Бұл енді актердің арманы көп қой, негізі ондай рөлдерді ойнағысы келеді. Характер, мына мінез құлқы адамның бір өзге адамдарға ұқсамайтын сондай кейіпкерлерді жасаған актерға ұтымды келеді негізінен. Оны ойнағысы келеді, бірақ та бұл театрдың жаңа басшылығының қойған репертуарына да байланысты. Қандай спектакльді алды, содан сізге қандай еншіңізге қандай роль тиді, сомен кеттіңіз болды. Енді қазіргі күнде мүмкін жаңағыдай айтып сондай нәрселерді ойнағым келеді деп өзіндік жұмыс ретінде жасауға болатын шығар. Бірақ та мемлекеттік театр болғаннан кейін оның кәдімгі қойылатын жоспары бар. Мысалы 2 жыл, 3 жылға министрлікке бекітетін репертуарлық кестесі бар. Сол бойынша жүру керек мысалы. Сондықтан қай роль, қай спектакль алынды, сонымен кете бересіз. Енді мен мысалы орыстар айтады ғой, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом деп. Сол сияқты үлкен керемет өзіңіздің бір жан басыңызға келетін, жан дүниеңіз қалаған, табиғатыңызға жақын деген сияқты рөлдер әр актердің ол арман. Бірақ енді мысалы біз келген кезде сондай рөлдер еншімізге тиді, соны жұмыс істеп бастадық. Содан әркімнің тағдыры шығар. Мен сол Қоз көрпеш Баян сұлу Ғабит Мүсіреповтің Қозыдан бастап Жанатқа жиып қойған Еңлік Кебек, Қоз көрпештің Қайрат Сүгірбеков қойған марқұм. Біз бірге қатар оқыдық. Ол режиссурада оқыды, біз актерлікті оқыдық. Керемет талантты жігіт еді. Адамгершілігі мол, керемет адам еді. Сол Қоз көрпешті қойды, мен Қозын ойнадым, содан Жанатқа жиып Еңлік Кебекті қойды, Кебекті ойнадым, содан Үкілі Бұрай, содан сөйтіп Треплев, Сұлтанмахмұт Торай қырып, енді бүгінгі күнде сол келе енді Шәмші, Мұқағали, Абай деген сияқты рөлдер кеттік. Шетелден келген режиссерлардың өзі мысалы келіп, сол сені көріп, Жанат аға да мысалы Жезқазғанның театрының режиссері болатын. Сол кісі келіп жаңа Еңлік Кебекті қойған кезде келесі былай қоямыз, сен ойнайсың деп кете бермейді. Бір айдай ма, жарты айда 10-15 күн жүріп кәдімгі бүкіл репертуарды қарайды залдан. Бір атақты адамдарды ойнау бір атаққа жетудің жолы сияқты қарастырылмай ма? Осы бір көзге түсудің. Атаққа құмарлық дейсіз ба? Жоқ, атақты адамдарды ойнау, атаққа жеткізетін бір жол сияқты қарастырылмай ма? Енді ол жағы да бар ғой енді. Мысалы сізге атақ беретін кезде сіз ана жерде жаңағы күзетшіні, ана жерде есік алдын сыпырушыны ойнады десе, сізге ертең соған Қазақстанның халық әртісі деп атақ берсе, халық қабылдай ма соны мысалы? Сондықтан таяқтың екі ұшы бар деген сияқты, оның енді шынайы жағы бар. Ондай рөлдер ойнамасаң, сен атақ білінбейсің. Ойнасаң енді жаңағы үлкен рөлдерді осыны кесек-кесек қазақтың маңдай алды, маңдайына біткен үлкен жарық жұлдыздары, мысалы Шоқанның рөлін ойнасаң, Қаныш Сәтбаевтың рөлін ойнасаң мысалы. Түсінікті. Сіз енді жаңа әңгімемізді айтып отырмыз, сонау 90-шы жылдарда келдіңіздер ғой, 93-те бітірдіңіз.
академияны. Бір қиын кездерде театрға сіздердің буындарыңыз келді. Бізде қазір ел арасында жүреміз, жігіттермен, қыздармен араласамыз, осы театрдың маңайы болсын, әдебиеттің айналасы болсын. Бір байқағаным, қазіргі жастар бір концерт құмар. Бір әкімдіктердің бір концерттерінде шапқылап жүреді, кино деп жүреді. Бір қазір театр, бір енді орысша айтқан кезде бір запасной аэродром немесе бір қартайған кезде зейнетақы алу үшін керек сияқты болып көрінеді маған. Әлде мен қателесем бе? Бұл енді мына постмодернизм дейді ғой, сол постмодернизмнің уақыты. Бір анау адамның ішіндегі, жалпы қоғамның ішіндегі бір жарылыстар, сыртқа шығуға керек болған дүниелер өзінің бір шығатын уақыты, мерзімі, бір кезеңі болады ғой деп ойлаймын. Шынымен де қазір жаңағы ненің құнды екенін, ненің құнсыз екенін ажырату қазір жалпы қоғамда қалып бара жатыр. Қалып барады. Оған әлеуметтік желіде септігін тигізе ма деймін. Анау тауда жатып, біреу де пікір жазып жатады, қой бағып жатып. Біреу машина жасап жатып, жаңа перекур жасап, темекісін шегіп отырған, соткасын ашып жіберіп, ол да бірдеңкені ляп дегізіп жазып жіберуі мүмкін мысалы. Қоғам әлгі абай айтқанда, абай жалпы көнермей тұр ғой. Жоқ, мен сұрайын деп отырғаным жаңағы абайдың жаңағы жақсы менен жаманды айырмадың, қалың елім қазағым қайран жұртым, соны айтайын деп отырмын. Сторасыз аусыңа түсті өмірдің, жақсы менен жаманды айырмадың, бір май бір қан болып ендек ұртың деген сияқты. Сондықтан қазір қарасаңыз, біз енді шәкірт тәрбиелейміз, студенттер, жастар бүгінгі. Менің алдында шәкірт буын шәкірттерім бөлек та, одан кейінгілер болып, қазіргілер мүлдем бөлек. Таным, талғам, мына кітапты оқу, не құнды, не құнсыз, қандай нәрсе өміршең, қандай нәрсе адамды ұзаққа апарады, баянды дүниеге алып барады, қайсысы тек бүгінгі күндікі. Көбінесе бүгінгі күнмен жаңа тезірек киноға түсу, тезірек бір ағай біз лицо жасауымыз керек. Не лицо ол? Сериалға түсіп, ән жерден бір көрініп, бір жерден бір көрініп, айтып бүйтіп бірдеңке қылып айтып, әйтеуір бір танымалдылықты қолға алып алу керек. Мен айтамын, ол баянсыз нәрсе ғой. Адамға, рухына азық болатын не нәрсе? Не нәрсе? Сен абайды білмесең, абайдың айтқан сөзінің жаңағындай бір мән мағынасына тереңіне үңілмесең, шәкәрімді оқымасаң, сен Мұқағалиды білмесең, сен Фаризаны білмесең, сен қалай болады сонда? Солардың сөзін ұқпасаң, Мұхтар Әуезовтің тілін түсінбесең. Қара көзді жолға салып жөнін түзейтін мен балуан шығатын орын жоқ деген сөзі бар. Соны кейінгі бізде ойнаған бір нелерде жастар қара көзді жолға салып жөнін түзейтін менен балуан шығатын орын жоқ дейді. Айтамын, сен не айтып тұрсың? Қалай менен балуан шығатын орын жоқ? Енді балуан деген менен балуан шығады, балуан, ол балуан, менен балуан шығады деген мағынада ғой дейді. Ей, мен балуан деген сөз тіркесі екеуі бірге айтылады. Мен балуан, мен Ерлан деген сияқты, мен балуан шығатын орын жоқ. Дейді. Сондайды бүгінгі жас ұрпақ мүлдем түсінбейді. Соған қазір мысалы студенттердің көзін ашу, Әуезовтен міндетті түрде өту, Ғабит Мүсірептен міндетті түрде өту, Абайдан міндетті түрде өту, сонда классикалық үлкен шығармалардан өту, ол жерде тіпті актерлық қарым-қабілетті ашатында жаңағы қатар-қатар бірінші план, екінші план, үшінші план дегендер жатады. Соны меңгерген актерлар сахнада жаңағы үлкен ойын өрнек. Бұл жөнінде сізден сұрайын деген, өйткені бір шама жыл болды сіз Жүргенов академиясында сабақ бересіз, өзіңіздің жеке сыныбыңыз бар. Жастардан сіз не үйренесіз, олар сізден не үйренеді? Жастарды үйрету арқылы ізденіске түсесің. Өзіңді байқайсың. Өзіңнің, енді мен осы толыққанды толық адам едім деп Құдай сақтасын, мен айта алмаймын өйтіп. Менің де білмейтін жерім көп. Менің де қателесетін жерім көп. Сондықтан соның жолын толтыру бұл адами негізгі өмірдегі мақсат. Сондықтан жастарға осын үйрету, жаңағын түсіндіру, айту арқылы бұның жаңағы бір айтқан теріс пікірін соның орнына оң қылып келтіру үшін не істеуім керек деген кезде сіз өзіңіз ізденіске түсесіз, кітап оқисыз, зерттейсіз, зерделейсіз, ойланасыз, таразылайсыз, салмақтап соны әкеп нақты нәрсесін түсіндіріп айту керексіз. Сонда сол арқылы мен де өзімді белгілі бір дәрежеде өзгерттім деген сөз. Өзгерем. Қазір жастар қалай? Жастар негізі жақсы, мен кінәртқым келмейді. Оларды кінәлаймын, көбінесе мен мысалы өзімді кінәлаймын. Неге біз осыны айтпадық? Неге айтпаймыз, түсіндірмейміз?
деп жаңағы сол болат ағалар да кезінде бұл кісілер мысалы режиссер педагог дейтін еді ғой, көп нәрсені оқып келіп көп нәрсеге көзімізді ашады. Ана кітапта мынандай деп жазылған, мына кітапта мынандай деп жазылған, содан шыққанда қорытынды ой мынандай болады деген сияқты түйіндерді кәдімгі ойымызға миымызға сіңіріп қоятын. Сол сияқты балаларды қазір ой мен керемет мұғаліммін, балалар түк білмейді топас деп, ол дұрыс емес. Демек сен ұстаз ретінде сен надансың қарап тұрған, соны түзетпеген, соны жөнге салмаған. Сондықтан болса мен өзімді де түзету, оларды да дұрыс жолға салу бағытында көп ізденіске түсемін. Оқушының кемшілігін көре берсең, талабын жоясың ғой. Әрине. Соларды сонда жастар Тілі қалай жастардың? Тіл қиындау. Тіл қазір өте алашыбарланып бара жатыр. Мен қазір бұрын енді машинамен кетіп жүретін жұмысқа, қазір мына пробканың әсерінен көбіне метроға отырамын, автобуспен жүремін. Сол кезде қарасаңыз жаңағы қоғамда жастар қазір даусын ашық кәдімгі. Мынау үлкен отыра, кіші отыра, мынау қоғамдық орында тұр, мынау ақырын сөйлеу керек ау деген нәрсе көбіне жоқ. Даусын шығарып сөйлей береді. Көп жастар, қыздар, ұлдар даусын шығарып, даусын естіртіп тұрып сөйлей береді. Аузынан кейде жаман сөздер шығып жатады, оны да қосып сөйлей береді. Сонда қарасаңыз, ана сөйлеу мәнерінде бір көркемдік, бір керемет жаңа тілдің бір деңгейі жоқ. Че там, анау жаңағы пақабны сөздер кетеді неше түрлі. Соны қосып, араластырып, айтып, бүйтіп бірдеңке алып сөйлеп, кейде мен солар тыңдап тұрып сөздерін түсінбеймін. Не туралы айтып жатыр мыналар? Қазақша сөйлеш деп айтып келеді. Қазақша сөйлеп тұрады. Қазақша сөйлегеннің өзінде енді арасында жаңа сөз жалғаулар ғой, че там даже анау и деген сияқты, ей нахрен деген сияқты бірдеңелер. Студенттеріңіз қалай? Студенттер қазір студенттерде мысалы бұрын бізде кәсіби таңдау кезінде балалардың мысалы ырды айтамайтын балалар болады, сосын сын айтамайтын балалар болады, с деп сөйлейді. Солар мысалы профнегодный дейді. Мына профессия мамандыққа сәйкестігі жоқ деп шығарып тастайтынбыз. Ал енді қазір оны қойып деген әріпті айтамайтын болды. Мен ның екеуінің орнын шатастырады. Менің, сенің, еңбегіңнің, ананын, мынанын ның орнына ыңды айтады, орнына нын айтады, кейде шатастырып, кейде мүлдем ыңды айтпай қояды, нын айтады. Сонымен алып барасың. Бірінші курсқа түскен балалар басқа болады, қазір екінші курста солай өзгерген. Яғни қоғамдағы, бұл қоғамның бір көрінісі деген сөз. Сыртқа шыққанда өздерінің сөйлесетін адамдары соның ар жақ бер жағында соны өздері бір мода деп санаймын екен, білмеймін енді. Соған қатты кәдімгі бой ұрып алған. Мен айтамын енді қазір тіл алашыбар болып, тілдің мәні мен мағынасы кеткен, сондай құлдырау кеткен болатын болса, ертең театрда мен айтып тұрған Әуезовтің тілін, мысалы мен Абайды ойнап тұрған кезде, Абайдың тілін залдағы отырған көрермен жастар түсінбесе, оны несін ойнаймын онда? Қарап отырып, Абайдың сен сөз Мұхтар Әуезовтің керемет тілін айтып жатқан кезде, че там, че говорит деп отырса, болмаса, не, деп сөйлегендер осындай сөздермен сөйлейді қазір. Деген сияқты бір ишара сияқты тіл жоқ болып барады. Сіздің мысалы осы жаңағы театрда жұмыс жасайтын әріптестеріңіз бар, басшылық қызметтегілер, режиссерлар, кейбір актерлар өзіңіз сияқты Жүргенов академиясында сабақ береді ғой. Бұл енді жақсы нәрсе, жаңағы практика мен теорияны ұштастырып жатады. Бірақ бір осы әркім өзінің шәкіртін тартады деген сөз бар. Бұл қаншалықты рас? Жұмысқа орналастыруда, рөл беруде, атақ алып беруде дейді. Театр кезінде бірқатар жастарды қабылдаған кезіміз болды. Көркемдік кеңестің қатысуымен қабылдаймыз. Енді мысалы мен басшы болғанның өзінде де көркемдік кеңес отырады. Соны қабылдаймыз, солардың пікірлеріне құлақ асамыз. Сол кезде студенттер қабылдадық. Қабылдаған кезде сол жерде қандай актерлар бізде сабақ береді, солардың бәрінің курсынан балалар алынды. Менің курсымнан да алынды. Сондықтан енді білмеймін, мен біреу үшін жауап бере алмаймын. Мүмкін ішінде ондай пиғылдар бар шығар, өзімдікін тартып айтып өзімдікін неғып жіберсем деген, кіріп жіберсем деген сияқты. Бірақ кейде мына сапа жағы өте ақсаймы екен деп ойлаймын. Сапа. Жаңағындай актерлар, ырға тілі келмейтін басқаларын, мысалы допуск бермей студенттерді қабылдау кезінде кәдімгі елгезектен елеген сияқты, оны елегенде кебегін былай, оның былай деген сияқты сөйтіп ажыратып қоятын едік. Кейін қазір мына ақылы нәрсе шықты. Ақысын төлеп кез келген балалар келе беретін болды.
бұл өте сапаға әсер ететін нәрсе. Енді сол оқу бітірдім, оқыдым деп сол ертең жаңағы театрға кіретін болса қалай болады? Ерлан аға, енді біз білеміз, сіз Мүсірепов атындағы театрда көркемдік жетекші болдыңыз. Үлкен театрлардың бірі Мүсірепов. Әуезовте басшылықта болдыңыз. Осы мемлекеттік мекемелерде бір саяси науқандарға пайдаланып жатады. Ол енді жасырын емес. Мектеп мұғалімдері болсын, басқа да қызметкерлер болсын. Осы театрда сондай тырнақшаның ішіндегі өтініштер, жұмсақ бұйрықтар бола ма саяси науқандарға қатысты? Жоқ, ондай нақты мынаны бүйте қояйық, оны сөйте қояйық, ананы жасыра салайық деген нәрсені бұғанға дейін мен енді естіген жоқпын. Сайлауға қатысыңдар, ана адамдарға дауыс беріңдер деген жоқ, сияқты. ондай нәрсе жоқ. Әркім дауысты, мысалы өткенде дауыс бердік қой бәріміз. Әркім өзінің сайлау учаскесінде жабық түрде кімге қалай дауыс бересің, өзің білесің, кіріп әркім өзінің дауыс берді. Бірақ дауыс бердім деген нелеріңіз, жаңағы сайлау учаскеңізде сіз дауыс бергеніңіз туралы мағлұмат беріңіздер деген. Ондай нәрсе болады. Ол жыл сайын енді кім қай жерден дауыс берді, бермеді, ол заңды нәрсе ғой. Енді біреу дауыс бере алмай қалуы мүмкін мысалы. Сондықтан соның бәрін түгендеп дауыс берілген туралы мағлұмат беретін болу керек. Оны мінекей дауыс бердім деп суретке түсіріп жібереміз. Ал енді кімге дауыс бер, қалай дауыс бер, мынаған бер. Ондай әңгіме жоқ. Мына кандидатқа немесе мына партияны қолдайсың деген. Жоқ, ондай жоқ. Жаңа бір әңгімеңізде айтып қалдыңыз ғой. Неге Германияға барған кезде Рүстем Әбдірешпен бірге бардық деп. Сіздің қатарласыңыз? Қатарласым. Замандасыңыз, бір араларыңыз 1-2 жас болу керек, қателеспесем. Рүстем екеуіңіз. Тіпті жастымыз ғой сол. Жассыздар ма? Сол Рүстем Әбдірешевтің балалық шағымның аспаны деген фильмі шықты, биографиялық драма. Сіз сол жерде жас Нұрсұлтан Назарбаевқа домбыра үйретесіз, ұстазы болдыңыз, музыкант. Қателеспесем, Бақыт деген кейіпкер. Бақыт деген кейіпкер. Қалай ойлайсыз, осы президенттің тірі кезінде ол кісі туралы кино түсіру, спектакль қою қаншалықты дұрыс? Енді бұл сіздің таңдауыңыз емес, сізді шақырды, сіз актер ретінде ойнадыңыз. бардым, өзім жұмысымды атқарғым кеттім. Бір азаматтық позициядан қараған кезде жаңағы өз ұлтыңды, мысалы, өзіңді өзің сыйласаң жат жанынан түңілер дейді. Мысалы, мен шетелге осы Әзербайжанға бір барғанымызда, Чузда істеп жүрген, жаңағы Ғайып Мүсірепов атындағы театр істеп жүрген кезде, Сұлтан Сырайылов деген жігіт директор болды, мен көркемдік жетекші болдым. Сонда Шеки деген қалаға бардық, Әзербайжанның. Соған жаңағы біздің спектакліміз басталу керек, фестивальға бардық. Соған қаланың мэрі келеді деді. Жарайды деп есіктің алдында күтіп тұрмыз, келсеңді күтіп алайық деп. Содан келді бір кезде. Орыс құсайтын толқын дәу жігіт екен. Келді дағы, кірді, спектакль басталуға уақыт бар ма деді. 15 минут бар деп едік. Бір 10 минут бөліңіздерші, мына жаққа бір бөлме кіріп отырайық деді. Жарайды деп, осындай бір бөлмесі бар екен театрдың, жаңағы сахнаның іргесінде, қасында. Соны кірдік. Кіріп отырған кезде отырды да, мен сіздерге бір нәрсе айтайын, мен қазір Қарабақтан келдім дейді. Қарабақта қырғын соғыс болып жатыр дейді. Қан төгіліп жатыр дейді. Сол жақтан келдім. Сіздерге бір рахметімді айтқым келеді дейді. Бізге не үшін? Жоқ, сіздің елге дейді, Қазақстанға. Сіздің Назарбаевтай президентіңіз болғанда соған рахмет айтқым келеді. Өйткені сіздерде ең басты байлық бейбітшілік бар деді. Бұл өте құнды нәрсе деді. Басқа байлықты, басқа проблеманы, басқа дүниені былай қойғанда, жаңа біздегі қан төгіліп жатқаннан гөрі, бұл өте үлкен байлық. Сондықтан сол сіздердің президентіңізге, халқыңыз қазаққа алғысымды жеткізгім келеді деп сөйтті. Сондықтан мысалы адам өзі Абай айтады ғой, жамандыққа адам көп, жақсылыққа адам жоқ дейді. Қазір көбіне әйтеуір бір тырнақ астынан кіріздеп, ананы айтып, ананы сөйлеп. Енді сол кезде президентте адам ғой, оның өмірі бар, оның өмір баяны бар. Сол туралы біздің өзіміздің патшаларымыз туралы, хандарымыз туралы, батырларымыз туралы сондай не ойнасақ, сонда
спектакль қойса, сол замандарда егер мысалы драматургия кино деген сол замандарда да болса, батырлар туралы, Қабанбай Бөгенбай туралы кино түсірсін, сен Қабанбайға Бөгенбай жағым жүрсің ба деймін, сонда қалай болады? Енді өзіңді өзің сіздіңше әбестік емес қысқасы. кім сыйлайды өзіңді өзің сыйламаса? Сондықтан ол әлгі бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дейді. Әрине мен де гражданский позициямда мысалы мен де недовольный болатын жерім бар. Мен де мысалы ырза болмай, неге анау былай, мынау былай деген. Кейде қарасаң ол күйкі тіршіліктің бір мынау бытовизм дейді, өмірдің бір сондай нәрселер. Ал енді одан сатысын жоғарырақ қойып, бір көлемдірек жоғарырақ ойлайтын болсаң, кейде бізге кім өзінің жаңағы президентін әкеп береді? Жақсы президентті кім әкеп береді бізге? Сол Шеки қаласында, Әзербайжанда алыста бір қаласының әкімі келіп, мысалы біздің президент туралы сондай табынып керемет сөз айтып жатыр да. Благодаря вашему президенту мир и покой в Казахстане. Это главное богатство. Басқа проблеманы қойыңыз дейді. Да, проблема бізде жетеді, сізде жетеді, проблема басқа көп қой. Бірақ та ең негізгі байлық бейбітшілік қой дейді. Ал енді бүгінгі күнде де алып қараңыз, бомба қайыққа түсіп жатыр, не болып жатыр. Соның бәрінен адамымыз ғой, Аллаға шүкір. Кейде соны да бағалай білу керек та. Ал енді мысалы сол патша тағынан түсіп кете қалса, мысалы ертесі күні мысалы жігіттер соны оңбаған, андай да бұндай кәдімгі тілді сала құлаш қылып, тілдің алашы барымен неше түрлі сөз айтып, сонымен айтамын, жігіттер, кеше ғана сол кісінің қолына алақанымыз deyip қолына алғанға, сол кісінің қасына барғанға, алдына барғанға қуанып, елге жар салып, бір 0-1 болдық. Бірінші анау елбасымен біз бүйттік, алдында ән салдық, өнер көрсеттік, айтып бүйттіп айтқан кезде кеуделерің алға кетіп, бастарыңды өсіп, семіріп тұрып айтушы едіңдер ғой. Енді неге кеше ғана сөйтіп айтып, енді бүгін бұлай бұрыласа басқа сөз айтамыз. Бұл екіжүзділік деген неден басталады? Бағана мен айттым, бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деген. Осыған төтеп беру жоқ болып барады. Осыған тоқтау, адам өз бір тұрақтылықты. Шыңғысхан Мұғылай деген өзінің полководец, бүкіл полкын басқарған қолбасшысын қалай таңдап алды? Жеңіліп қалған мемлекетке келді, жеңіп алды, бір мемлекет жеңіп алды Шыңғысхан. Келген кезде алдынан сол елдің жағымпаздары шықты. Ұлы хан, сіздің ұлы хан екеніңіз мен о заманнан білетімін. Міне сізге басым дейін деген келе жатып басын шабады. Басын шауып кетеді. Келсе алдында бір алға жүріп келсе бір қас қайып былай тұр. Сен неге бас имейсің дейді маған. Соған айтады. Мен саған неге бас июім керек? Сен жеңдің, мен жеңілген елдің батырымын. Шапсаң басымды осы тік тұрған күйде шауып ал. Шауып ал. Әйтпесе мен саған бас имеймін дейді. Сонда Шыңғысхан тұрып айтады, менің қатарымда болып, менің қолымды басқаруға қалай қарайсың деген кезде, тізесін бүгіп алдына отырып, құп болады хан ием дейді. Содан бастап Мұқылайды қасына алады. Мұқылай сонда жеңіліп қалған елі қирап қалды, хандығы жеңілді, құрды бәрі. Жермен жексен қылды бәрін. Соның өзінде сол елін, патшалығын сатпай тұр. Соны Шыңғысхан бағалап, өзінің қатарына әскерін басқаруға алды. Өмір бақи Шыңғысханның жаңағы қасынан кетпей, өзіне қарсы шықпай, сонда адал қасындағы адам ретінде дүниеден өтті. Жаңағы мінез неден сонда бір аунап кету? Осы адамның ұстаным деген, біз әшейінде осы намыс, анау дейміз де, бірақ сондай кезге келген кезде, ақырын бұлтарып шығайық, біз ыңғайлы жағына шыға келеміз. Соны өзіміздің осылай қатар жүргенсінде адамдар соны айтқан кезде ішің удай ашиды. Сонда қазір мен сенімен Қанат, қазір сенімен сөйлесіп отырсам, былай шыға сап сені сарылып жаман. Қалай болады ол? Сен мені сұхбат алып журналист ретінде маған бір пайдаң болған кезде, менің саған пайдам болған кезде бүйтіп тұрып пайдаң жоқ кезде былай шыға сап сені жоққа шығарып, қалай болады ол? Кешегі театрдағы бүкіл еңбек еткен адамдар, ағаларымыз, апаларымыз, бізге қамқорлық жасаған жаңағы болат ағалар, қалай ұмытып кетеміз біз? Не ол кісі тақтан түсіміз өмірден де өтіп кетті. Не Асанәлі аға өмірден өтті. Қалай ұмытамын мен сондай адамдарды? Сол кісілердің ұстанымын, сол кісілердің елге, өнерге деген сүйіспеншілік, төзімділігін, белділігін, шыдамдылығын қалай адам ұмытып кетуге болады? Көрдіңіз ба? Сондықтан адам әйтеуір былай ауысты екен деп былай, мен әжем марқұм айтушы еді. Ана жақтан томпақ кесе былай секіріп, о жақтан томпақ кесе мынаған секіріп деп. Соның ащы тұщысымен Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, еліңнен оба ауру шықса да сен одан тастап кетпе дейді.
бір кездері маған бір адамдар айтқан болды, шетелге кетіп қаласыз ба, не істейсіз? Неге мен шетелге кетіп қалуым керек? Жоқ, енді басыңызға мынандай жағдай туып, енді жағдай туса қайтейін енді? Сонда мен елімді тастап кету керек па? Мен осы топырақта, осы суды ішіп, осы ауаны жұтып, осы жерде келдім. Не көрсем де осы жерден көремін. Осы елімде көремін. Мен шетелге шығып көрген адаммын. Елімменен, қазағымменен не көрсем де, көр бастан өтті. Bir күн қисық болады, bir күн қара күн болады, bir күн одан кейін таң атады, күн шығады, жарық күн келеді, жақсылық келеді. Адам сондай, сен соның аралығында үлкен төзім керек. Мен осы соның бәрін жеңіл-желпі өтіп кеттім, содан керемет болды деп айтып отырғаным жоқ. Жаныма қатты батты. Ауырдым, қиналдым. Қайда кетерімді білмей, тіпті мүмкін сол жаңа бірақ шетелге кету деген ойымда болған жоқ. Қайда кетер? Еш жаққа кете алмайсың. Сен соны Құдай басыңа салды, сен соны екі иығыңа салып, басыңмен, санаңмен бүкіл табиғат болмысын көтеріп жүресің. Жүрсең де жүресің, жүрмесең де жүресің. Ал енді сол сыннан, сол кезеңнен соны сүйреп, төзіп содан өтсең, ар жағында саған жақсы күндер келетініне мен кәміл сенемін. Студияға баянмен келіпсіз, Ерлан аға, енді бір ән шашуыңыз болса. Менде қырғыздың бір әні бар еді. Жаңа Арман-Арман-ай деген ән, қырғыздың әнші композитор Шуақ Сатаев деген болды ғой. Сол Шуақ Сатаевтың әндері ғой, сол Шуақ Сатаевтың Қан досым деген әні бар. Соны орындап берейінші, сосын кейін өзің қажет болса қаларсың. Қайғырбашы қан досым, жашауда бар қайғыру, айырылдым деп бұлқынба, тұрмышта бар айырылу. Сағындым деп сарғайба, адамда бар сағыну. Игілікте сағыну бар, жаңылу бар. Қайғырып қан досым, қайғыға алдырбашы. Сабыр түбі сар алтын, сабырлы бол қан досым, ташырғытса бір арам, ашыныппын қан досым ай. Қара сөзді қапқа сал, достың сөзін оғып ал. Бұл жашауда жаңылу бар, тарылу бар. Қайғырбашы, қайғырып қан досым, қайғыға алдырбашы. Бұл бір келген өмірге, кір қалдырба көңілге, сыйлашы көп елден, ошол жақшы өмірден ай. Жашау күреш тайманба, ақмақ айтса арам сөз, жан кейтір арданбай. Қолдан келсе сыйлашы бұл жалғанда. Қайғырбашы, қайғырып қан досым, қайғыға алдырбашы. Керемет аға, керемет. Енді жұп болсын аға, біз күнде жолға бермейміз. Біздің студияда бұлай әнде көп айтыла бермейді.
осылай дөңгеленіп өмір өтер осылай дөңгеленіп. Асау жүрек бағынбай еркінге, сүйген жүрек тұрады сертінде. Ғашық болып жаралған жүректе, әттең ай кездестім мен кімге. Ғашық болып жаралған жүректе, әттең ай кездестім мен кімге. Қызыл көйлек, қызыл көйлек, құлпырасың ортада гүлдей билеп. Қызыл көйлек, қызыл көйлек, өмір өтер осылай дөңгеленіп. Өмір өтер осылай дөңгеленіп. Жалт қарадың ерекше көзіңмен, ән арнадым өртенген сезіммен. Кел билейік қалмайын арманда, ғашық еттің мені қызыл көйлегіңмен. Кел билейік қалмайын арманда, ғашық еттің мені қызыл көйлегіңмен. Қызыл көйлек, қызыл көйлек, құлпырасың ортада гүлдей билеп. Қызыл көйлек, қызыл көйлек, өмір өтер осылай дөңгеленіп. Өмір өтер осылай дөңгеленіп. Ғашық болдым қазақтың қызы қойды, ғашық болдым қазақтың қызы қойды. Өмір өтер осылай дөңгеленіп. Ғашық болдым қазақтың қызы қойды. Бәрекелді, рахмет. Қызыл көйлек әнінен кейін бір сұрақ туып отыр. Ерлан аға, бұлай жиі ғашық болдыңыз ба өміріңізде? Енді актер ғашық болмай жүре алмайды. Актерде муза деген болады, ақындардағы сияқты. Сондықтан жаңағы менің ойнаған Қоз көрпеш, Кебек, Сырым, тіпті бергі жаңағы Сұлтан Махмұт, бәрі Абай, Шәмші, Мұқағали, бәрі өмірге, өнерге, жалпы адамға ғашық адамдар ғой. Олай болмаса қалай болады енді? Ғашық болғанда сосы ол ғашықтықты жеткізу үшін адам ғашықтықтың қаншалық дәрежеде болатынын, не қылатынын білу керек. Ал енді бұл ғашықтық дегенді жаңағы бір жүргіштік, жеңілтектік дегенмен, болмаса көрсе қызарлық дегенмен салыстыруға келмейді ол. Абай айтатын ғашықтық құмарлықпен бұл екі жол дейді ғой. Иә, ғашықтық құмарлықпен дейді, көрдіңіз ба? Ғашықтық ол құмарлық деп тұрған жоқ қой. Ғашықтық пен құмарлық ол екі жол, дұрыс айтасыз. Нені кешіру қиын? Жалпы кешіру керек. Қиын нәрсе болады. Мысалы, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам саған жауыздық жасаған адамның өзін кешір дейді. Қалай кешіресің ол мысалда? Бұлай пенде ретінде қарасаң, адам ретінде қарасаң, саған сол иттік жасаған, жауыздық жасаған адамды кешіру мүмкін емес қой. Бірақ оны кешір дейді. Жаңа орыстардың дінінде айтқандай, прости и будешь прощен дегендей, кешірсең күнә соған дейді, сауап саған дейді. Сондықтан Құдайдан үміті бар адам кешіре білу керек. Бәрін кешіру керек. Кешіру керек. Абайды көп айттыңыз. Жаңа Абайдың тілі дедіңіз.
осы аман тасығанға берген сұхбатыңызда, соңғы сұхбатыңызда менің рөлдерімнің ішіндегі бір шыңы Абай дейсіз. солай ғой. Абай айтады, арсыз болмай атақ жоқ дейді. Осыны қалай қабылдайсыз сіз, қалай пайымдайсыз? Атақ деген енді жалпы жаңа атақ құмарлық, атаққа бой ұру, атаққа табиғатыңды, тәніңді, болмысыңды соған арнап жеңдіріп жіберу деген мағынада айтқан болу керек деп ойлаймын. Ал ол негізі жаңа болат аға айтатын саған неме, жаңағы саған халық әртісі болса заслуженный деятель сенің талантыңа талант қоспайды ғой. Шынымен де солай ғой. Ол менің талантыма талант қоспайды. Ол менің керісінше бойымдағы талантқа, бойымдағы қарым қабілетке, өнерге берілген бір баға. Сен бүгін енді математикадан 5 алдың деп ары қарата оқымай қоймайсың ғой. Ары қарата да 5 алу керексің, ары қарата өмір сүру керексің. Сондықтан бір кезеңіне берілген бұл баға мемлекет тұрғысынан. Сондықтан мен ойлаймын, онымен оған бас ұрып, ой, сол менің өмірдегі бүкіл мәртебем сол, олай емес қой. Ол сенің бойыңдағы жаңағы қасиетке, өнерге соған берілген баға. Ол өнер ары қарата даму керек, ары қарата жұмыс істеу керек. Сен соған, Станиславский айтады, не люби себя в искусстве, люби искусство в себе дейді. Өзіңдегі өнеріңді жақсы көр дейді. Өнердегі өзіңді емес, өзіңдегі өнерді жақсы көр дейді. Сондықтан ол адамның бойындағы қадір қасиет, Құдайдың берген дарыны. Американ Голливудтың актер Ричард Гир деген айтады, бұрын мен өзім осындаймын, өзім сұмдықпын мен деп сөйтіп ойлап жүретінмін дейді. Bir күні бомж болып кейін көшеге шығып қайыр тіледім дейді. Bir адам бір нәпақа бір қайыр бермей қойды дейді. Сондағылардың жағдайын қатты түсіндім дейді. Бірде-екілі адамдар келді, бірақ ол сен не наныңа, не суыңа жетпейтін ақша дейді. Содан барып түсіндім дейді. Бұл маған Құдайдың берген ерекшелік екен. Сондықтан Құдайдан менің үмітім болса, онда андай адамдарға қарасуым керек екен деп содан кейін мен садақа беріп, көмектесіп, жаңағыдай ауру адамдарға жәрдем беріп сөйтіп тұратын болдым дейді. Бүгінгі күнде қарасаңыз, қазір Фейсбукты, Инстаграмды ашып басаңыз, екінші страницасында уже бір ауру адам шығады. Мен шама шарқым келгенше берем. Біреулер айтады, ой, бұл өтірік, фейкпен жасап қойған, ақша тауыш. Мен білмеймін, мүмкін сондай шығар, мүмкін олай емес шығар. Бірақ та мен бастысы ниетім дейсіз ғой. Ниетім сенем, Алла разы болсын, берем. Бір сұхбатыңызда айтасыз, иман байлығы 5 уақыт намаз арқылы келеді дейсіз. Адам намаз оқи бергеннен жақсы болып кете ала ма? Әрине жақсы болады. Намазды оқымасаңыз, сіз осы әңгіменің мән мағынасын түсінбейсіз. Сәждеге бас ұрып намазға келген кезде, намазды оқып жүрген кезде сіздің табиғатыңыздың, рухыңыздың, сезіміңіздің, жалпы сезімталдығыңыздың басқа бір бағытқа, басқа бір арнаға былайырақ түскенін сіз оны сезесіз, санаңызбен білесіз, денеңізбен, бүкіл болмысыңызбен қабылдайсыз. Ал енді кейбір күндер мысалы бір оқымай, бір-екі күн бір жұмыс болады, съемка болады, күндіз-түні анау мынамен жүр. Табиғатың басқаша шығады, бір какой-то бір андай бұқа сияқты күшің бар, бір елін бәрі қырып жіберетіндей сондай бір басқа бір нәрсе пайда болады бойыңда. Түсіндіңіз ба? Сондықтан ол 5 уақыт оқымай қой, енді әйтеуір ниетің түсіп болса болды ғой, жалпы иманымыз бар. Қайсы иман? Қайсы? Абай айтты, әрбір адамға ақыл парыз деді. Ақыл парыз, біз ақылды болуға міндеттіміз, ол не обсуждается. Ол талқыланбайды. Оны тек орындау керек. Ал әрбір ақылды адамға иман парыз деді. Иман деген Құдайдан. Сенен қорықпай қойсын, менен қорықпай қойсын, Құдайдан қорықсын. Құдайдан қорыққан адам жаманшылыққа бармайды. Жақсы. Ерлан аға, енді бәріміз ет пен сүйектен жаралған адамбыз. Бір қиыс басатын кезіміз болады, ренжітетін кезіміз болады. Бірақ адам өзін жақсы көреді. Өзін ақтап алады көп жағдайда. Мына жағдайда енді менің кінәм жоқ деген сияқты. Өзімізде де болады, жасыратын жоқ. Әрине. Өйткені адам енді бәрібір өзін сүйеді. Сіз өзіңізді жиі ақтайсыз ба, әлде жиі кінәлайсыз ба? Оңаша қалған кезде. Жиі осы екеуінің ортасында жауап табуға тырысамын. Ақтайын ба, жоқ ақтамайын ба? Ақтайтын жерім бар ма өзімде? Жоқ. Өзімнен де бар ау. Деген бағанада бір айтып кеттім, адам жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы жоқ. Бәріміз пендеміз, менен де қате кетуі мүмкін. Бірақ Абай айтқандай, бұл адам баласы түзетуге болмайды деген адамның тілін кесер едім дейді. Адам түзеледі, адам өзгереді.
Мысалы мен кеше мүмкін иә бір теріс мінез көрсеткен, сәл-пәл жүріс тұрысым, қарағаным, сөзім бір нәрсе бір оқыс көрінген сондай жағдайлар болуы мүмкін. Мүмкін. А бірақ та адам түзеледі. Адам кейін соның бәрін жоюға тырысады. Адам күнделікті адам өзін өзі толықтырып, адам өзінің кемшілігін, өзінің минусы мен плюсын таразыға салып, екшеп, Абай да пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам өзіңе отчет бер, өзіңді не істедің, не қойдың сен, не нәрсеге қадам бастың, соны өзіңнен отчет ал дейді да. Ал біз қазір көбіне өзіңді былай қойып, қанаттың басындағы қанаттың шашы дұрыс емес, қанаттың басы дұрыс емес, анаған кірісеміз. Сен бірінші өзіңді танып ал. Сен кімсің? Сен қандай адамсың? Не қылған адамсың сен? Қаншалықты сенің дәрежең, сенің істеп жүрген нәрсең ақиқатқа сай келеді. Қайсы ақиқатқа сай келмейді? Сай келмейтін жер болса кішкене бәсеңде, мына жақ таразыла. Мына жақ салмақ алып кетсе, мына жаққа кішкене тас қойып, екеуін тепе-теңдеу керек. Түсіндіңіз ба? Сондықтан осыны тепе-теңдік керек. Адам өзін өзі кінәлаймын кейде өзімді өзім. Өзіңді оңбайсың ғой. Өзіңді соны ойланбадың ғой сол кезде сен. Сен сол кезде дұрыс әрекет жасамадың ғой. Деген сияқты. Неге кінәламаймын? Кінәлаймын. Алтынбек Сәрсенбаевтың бір айтқан несін естелігін оқыдым. Ең жаманы дейді, адам өзіңмен өзің жеке отырғанда, ешкімсіз жеке отырғанда ұялған жаман болады. Дейді да. Адам жеке жүргенде ойдың бәрі келеді сол кезде. Ана өзің істеген әрекетің үшін кейде ұяласың. Кейде қысыласың. Кейде өзің ренжисің. Сен не деген адамсың, не деген мына ақыл деген берді. Неге сен ақылын қоспадың, неге сен ойланбадың? Енді өмірдің бәріміз данышпан, өмірдің бәрі түп-түзу тегіс, сонда керемет, ешқандай қатесіз, ешқандай жаңылмаған, сүрінбеген, ешқандай бәрі. Ол қандай өмір? Сонысымен адам, сонысымен өмір. Сонысымен адам, сонысымен өмір. Қателесесің, жаңыласың, оқыс басасың, біреудің артық айтып қоюы мүмкін. Адам ғой, бірақ негізгі мәселе сен соныңды түзеумен айналысып жүрсің ба? Ана қате жағынан, жаман жағынан, бұлай жақсы жағына қарай әрекет, амал жасап жүрсің бе? Мәселе осында. Ал енді менікі сол постоянно үнемі дұрыс екен, мен сонда екен деп қадам болса, кеудеңді алға салып, алға баса беру деген меніңше ол ақымақ адамның, надан адамның әрекеті. Ал енді ақылы бар, мына миға, ойға бір уақыт өзін жеңдіретін адам, қой, мына жерде мен артық кетіп қалыппын ғой. Сен жерде сәл тоқтап, екінші рет мынаны істемей қой, тым болса барып кешірім сұрайын деген сияқты. Кейбір адам ассалаумағалейкум амандасуға сәлем берсең сәлеміңді алмайды. Бірақ мен Алланы есіне алған адам бірінші амандасты. Құдайдан үміті бар адам бірінші амандасты. Ассалаумағалейкум. Кейбіреуге ассалаумағалейкум деп амандасты дегенше амандасса ше дейді. Амандаспай қалыпсың. Бастық болғалы бір амандаспай қалыпсың. Аға мен аузымды ашып көрген жоқпын ғой. Амандасып жүрсеші. Бастықтықтан жалпы басшылық адамға не үйретеді екен? Бұл да өмірдің бір парағы. Басшы боласың, қосшы боласың ба, қатардағы адам боласың, кім боласың? Жалпы әр мамандықтан, әрбір кезеңнен, өмірдің әрбір тармағынан одан үйренетін, алатының көп, сонымен сен өмір сүресің. Содан жақсы алатын нәрсең бар. Одан керек емес дейтін нәрсе. Жалпы шығармашылық адам шығармашылығымен айналысқан дұрыс екен, соны түсін. Ол енді біреу түсіну мүмкін, мынау кеше басында сондай бір жағдай болғаннан кейін сондай ойға келген ғой, байқұс енді қайтсын деп жаңағы. Мейлі солай ақ болсын. Соның өзінен де мен мысалы сабақ алып, мынау дұрыс болмаған екен, қой мынау дұрыс жолмен жүрейін десем, ол адамгершілік емес па? Рахмет Ерлан аға, уақыт бөліп келгеніңізге. Жақсы күндеріміз көп болсын. Әмин.